30 жыл болды ғой тәуелсіздік алғанымызға. Сол тәуелсіздік алғанымызға 30 жылда волейбол командасы мұз айдында ойнап жатқан деген енді ұят нәрсе. Бізде Қазақстанда волейболдың деңгейі өте түсіп кеткен ғой қазіргі уақытта. Келгенде жоқ, ол келмейді де шығар. Өйткені федерацияда қазір бізде 3 адам ғой да. Ерлік Сырлыбаев, генеральный секретарь. Ол кісі только нацлигаға мен ғана жүреді. Үш лигаға келген көргенде жоқпын. Бізге жақсы мықты тренер келсе, ол қыздарменен орын алуға да болады. Біздің немізде мысалы қарап жүреміз, Қызылордада жүреміз ғой, кейде өстіп киіп аламыз. О, Қайсар футбол ғой деп айтады. Волейболдың деңгейі енді көтеріп келе жатыр біздің облыста. Қызылордаға жалпы қашан соңғы рет сол федерациядан адамдар келді, арнайы келді. Бір тур мәселесінде емес, арнайы не істеп жатсыздар, не бітіріп жатсыздар, балаларды қалай дайындалып жатсыздар, қандай өзекті мәселелер бар, кірейік па, әкімге айтайық па деген секілді сауалнамалар. Ассалаумағалейкум, құрметті Inside Volleyball YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде кезекті шығарылым, кезекті подкаст, кезекті сұхбаттасу және бізде қонақта бүгін Қайсар волейбол клубының өкілдері. Бірақ бұл шығарылымды бастамас бұрын, құрметті волейбол фанаттары, біздің парақшаларға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, өйткені сіздердің қолдауларыңыз біздің волейболды ертең тек қана алдыға жетелейді. Ендеше көп сөзбай бастайық. Бүгін бізде қонақта Қайсар волейбол клубының президенті Даутов Абай мырза. Абеке, қош келдіңіз. Тағы да бізбен бірге Қайсар ұлдар волейбол клубының жаттықтырушысы Алтынбаев Нұрболат. Нұреке. Ассалаумағалейкум. Және де Сайын Дидар, Қайсар волейбол қыздар клубының бас жаттықтырушысы. Қош келдіңіздер. Енді бүгін волейбол туралы сөйлейтін боламыз, сұхбаттасатын боламыз. Абеке, бірінші сұрақ енді өзіңізге. Қызылорда облысында тек қана сіз жаңағы клубтың директоры, президенті емессіз. Жалпы Қызылорда облысының аға жаттықтырушысыз. Қызылорда волейболы деген кезде бірден Даутов Абай деген есім барлығына айтылады. Жалпы сол Қызылорда облысындағы қазір волейболдың потенциалы қандай, жақын арада қандай жаңалықтар болады, қандай асуларды аласыздар, сол туралы бір айта кетсеңіз. Қайырлы күн деп айтамыз ғой да. Бәрібір, кеш, түн. Енді Қызылорда облысында өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мен 2001 жылдан бастап аға жаттықтырушымыз. Сәл кішкентай да тарих. 2006 жылдан бастап бізде 2017 жылға дейін 11 жыл Қорқыт-Ата деген волейбольный команда болған. Енді Қорқыт-Ата университетінің базасында тренировка өтті. И студент ауылдың балаларын именно осы Қызылорда облысының қазақи қарагөз балдарын сол облыс орталығына жинап, Қорқыт-Ата университетінің ол кезде ректоры Бейсенов Қылышбай Алдаберген сол кісінің қолдауымен 11 жыл Қорқыт-Ата волейбол клубы құрылды. Ол көп сөйлейтін ол кезде ВК дегенге волейбольный клуб деп, бірақ ол кезде ол волейбольный команда тұғын. Бюджеті жоқ, таза патриоттық сезіммен қарагөз балдардан құралған команда еді. Сол кездің өзінде де бізде ойнаған кезде чемпионаттарда 4 рет біз жүлдегер болғанбыз чемпионатта. Одан кейін 2017 жылы ол кезде Қызылорда облысының дене шынықтыру спорт басқармасының басшысы Мұстапаев Садық Шоңмұрынұлының қолдауымен Қайсар волейбол клубы құрылды. Да, профессиональный волейбол ерлер клубы құрылды. Біз ол клубтың мақсаты негізі осы сыр өңіріндегі волейбол спортын дамыту. И оның ішіндегі осы біздің қазақи балаларды, біздің негізі Қызылорда облысының төңірегіндегі тұрғылықты халықтар қазақ ұлты ғой негізі. Бар басқа ұлттарда, основно бізде қазақша сөйленеді, қазақша дәстүрі деген сияқты да. Біз соның жалғасымен өзіміздің Қызылорда облысының жас волейболшыларына 2017 жылы профессионалдық клуб құрдық. Негізі ол кезде аға жаттықтырушы қылып, бас жаттықтырушы қылып Патраков Андрей Васильевич алып келді Алматыдан. Биыл Тарас волейбол клубымен чемпион атанған, ерлер командасымен. Ол кісінің Нұрболат отыр, ол кезде Нұрболат 20-дағы жас жігіт, 20-21-дегі. Сол кезде бізде енді маман дейміз ғой, жетік маман керек болды. Волейболды көтеру үшін бірінші маман керек.
сол Андрей Васильевичтің қасында Нұрболат 5 жыл бойы жұмыс істеді. Сол кісіден дәріс алды деп айтсақ болады. Шәкірті десеңіз. Шәкірті, иә, шәкірті. Нұрболаттың тура, прямой деп айтамыз ғой, басты несі, ұстазы. Одан жаман емеспіз. Ол кісі бізде карантиннің кезінде, карантиннен кейін де 23 жылда, 22, 21-22, 23-24-тен бастап, уже как бас жаттықтырушы. Бірінші жылы енді 4-ші орын алып қалды. Былтыр чемпионаты 2-ші орынмен аяқтады. Енді былтырғы чемпионатты естідік, көрдік. Бірінші айналымдарда бірінші орында келе жатты Қайсар, бірақ соңында қарай сол Тұранға қайтадан жаңағы бірінші орынды беріп қойды. Енді қазір национальный лига, ұлттық лига дейміз ғой, сол кеңеюде. Қыздарда да 10 команда болады, ұлдарда да 10 команда болады деп еді. Алайда соңғы мәліметтер бойынша Тұран командасы ұлттық лигаға шықпайды, қайтадан сол жоғарғы лигасында ойнайды. Енді спорттық тұрғыдан ұлттық лигаға жолдама алатын команда ол Қайсар командасы. Бірақ соңына дейін Қайсар ұлттық лигада ойнай ма, ұлдар командасы ойнамай ма, әлі бұл сұрақ шешілмеген. Нұреке, бұл сұраққа бір жауап берсеңіз, ойнайсыздар ма, ойнамайсыздар ма, әлде бір себептерге байланысты әлі бір күту үстіндесіздер ме? Енді біз, Құдай қаласа, осы Қайсар волейбол клубы ашылғаннан бері ұлттық лигада өнер көрсетеміз деген арман мақсаттарымыз бар. Соның ішінде жергілікті ойыншылармен көрсетейік деген тоже мақсаттарымыз бар, Құдай қаласа. Енді біз осы ұлттық лиганы әлі күтіп жатырмыз. Құдай қаласа, осы жаңалық болса бірден бөлісетін боламыз. Сондықтан біз күту үстіндеміз әзірге. Абеке, осы ретте сұрақ сізге, команда нені күтіп отыр? Ақша керек пе, бюджет керек пе, әлде федерациядан біреу хабарласу керек пе, әлде сіз өзіңіз бір жаңағы қазан айында жаңа басшылық келеді ғой, соны күтіп отырсыз ба? Бұл жерде шанда кішкентай айтып кетейін. 2017 жылы Андрей Васильевич Отрокопта келген кезде бізде 5 жылдық проект болған. Сол кездегі қазіргі ойнап жатқан балалар сол кезде 16-17 жасар балалар еді. Қазір бірінші жас ерекшелігі, өздеріңіз білесіздер, ұлттық лигаға толыққан, ақыл тоқтатқан, техникасы бәрі жетілген деген ойыншылармен бару керек қой. Енді ол жақта шамалы деңгей сәл жоғарырақ. Сол себепті қазіргі біздің осы Қызылорда облысының сол кездегі жас волейболшылары қазір уже жігіт болды. 23-24, алды топ 25-ке енді келіп жатырмыз біз. Оның ішінде сборныйдың Қазақстан құрама командасының мүшелері болғанда балдар бар. Біз проекттің бәрі осы кезде бюджетіне бәрі берілді. Қызылорда облысының спорт, дене шынықтыру және спорт туризмінің басшысы Жанмұрат Сейлов қазір сол кісімен біз прямой қатынастамыз. Қағаздардың бәрі бюджеттен өтті. Әрі қарай процестер бар ғой. Енді аймақ басшысы бар, әкіміміз. Сол кісінің бір несі қана қалды. Әрі қарап команда принципе біз жасақталып болдық. Дайынбыз ұлттық лигаға шығуға. Енді сол ақша мәселесі, қаржы мәселесінің бір соңғы этаптары қалды. Сол мәселелер шешілсе, Қызылорда облысының ұлттық лигаға шығуға ерлер командасының мүмкіндігі бар. Енді ұлттық лига деген соң бұл жерде 3 легионер алуға болады. Командада таза біздің қазақстандық ойыншылар. Нұреке, осы ретте енді біз көптеген командаларды көрдік қой, ұлдарда да, қыздарда да қатысып, бірде-бір ойында ұтпаған, тіпті қыздарда бірде-бір сет ұтпаған командалар болып кетті. Осы жағынан команда дайындығы жайлы айтып кетсеңіз, жігіттерге ертең бірде-бір мысалға ойында ұтпаса, психологиялық тұрғыдан, одан кейін өнер көрсету, волейболда ойнау қиын болып кетпей ме? Жоқ, егерде менің жеке ойым, мысалға, егерде енді басшылар мысалға тоже не қояды задача. Егерде орын алу керек, біз үштікте болу керекпіз десе, әрине легионерсіз болмайды, сіз өзіңіз қазір көріп отырсыз лигада. Бірінші, екінші, үшінші орында жүреді, обязательно легионермен жүреді. Ал егерде жоқ, жергілікті ойыншылар ойнасын деген, ол негізі жақсы болар еді. Өйткені өзіміздің жергілікті ойыншылар ертең Құдай қаласа ұлттық құрамада да өнер көрсетуі мүмкін. Сондықтан мен
если басшылар жаңағыдай демесе, жергілікті ойыншылар ойнағанын қалаймын. Өйткені ол уровень жағынан біраз көрсетіп тастар еді. Дидар, сұрақ өзіңізге. Қазір қыздар командасы Астана қаласында өтіп жатқан іріктеу ойындарында жүр ғой. Жалғыз команда жоғарғы лигадан ұлттық лиганың командаларымен қазір өте жақсы ойын көрсетіп жатырсыздар. Жалпы осы жылдағы қыздар командасының алдына қандай мақсат қойылған? Біздер қазір алғашқы кезең дейміз ғой, Қазақстан Республика кубогіне, финальный кубокке 2 жолдама болады. Соған біздер осы кезде 4 команда финалда өнер көрсетіп жатырмыз. Алла қаласа сол жоғарғы лигадан біз ғана шығып тұрмыз. Енді әзірше сол туралы нац лиганың командаларымен осы кезде біз жақсы ойын көрсетіп жатырмыз. Негізгі мақсатымыз қыздардың ойындарын бір жүйеге түсіру, пісіру, оларды үлкен жоғарғы дәрежедегі сборный Қазақстанда ойнайтын игроктар бар, соларға қарсы ойнатып, біздер тәжірибе алмасудамыз. Мүмкін болса, әрине жеңіп, финалға шығып, Алла қаласа финальный кубокте өнер көрсету біздің мақсатымыз бірінші очередте. Бұл қыздар командасында да бізде де негізгі құрамдың барлығы, негізгі бізде өзімізде 14 қызымыз болса командада, оның негізгі бөлімі барлығы почти жергілікті қызылордалық қыздар. Әрине арамызда бар, көмектесуге сыртқы басқа қаладан, Өскеменнен, Тараздан, және Астанадан алдырған командаға көмектесу үшін игроктарымыз бар. Сол негізгі мақсатымыз осы высший лигада біздер Алла қаласа биылғы жылы мойнымызға медаль тағып, алғашқы 3 орыннан көріну. Негізгі мақсат әрине чемпион болу үшін талабымыз сол. Абеке, осы орайда мысалға ұлдар командасы енді вышкаға қалды, қыздар командасы сол жоғарғы лигада. 2 команданың әлеуеті биыл негізі бірінші орын алуға қауқары жетеді. Негізі қарап отырсаңыз, өткені енді ұлдарды білеміз ғой, бұрыннан бақылап жүрміз, қазір Тұраның құрамында білеміз, кішігірім өзгерген, қыздардың ойында міне Астана қаласында көрдік, тіпті жақсы, жаңағы басқа да жоғарғы лига командаларына қарағанда өте жақсы, әлдеқайда бір жақсы ойын көрсетіп жүр. Осы ретте тағы да бір жыл жаңағы жоғарғы лигада ойнап, келесі жылы кәдімгідей спорттық тұрған бірінші орын алып, сол ұлттық лигаға барғымыз келе ме деген бір сұрақ. Биылғы сезонда мысалы кешегі 38 чемпионатта бізде де мүмкіндік болды, біз 2-ші орын аяқтадық деп жатырмыз ғой да. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, біздің ойыншылардың жас ерекшелігінде болды. Мысалы біздің командада қазір ең жасы 16-да, 16-17 әлі 20-ға жетпеген основной составта 4-5 ойыншы бар. Основойда ойнайтын сол 22-24-тегі балалар, Тұраның составын білесіздер, 30-дан асқан жігіттер бар. Енді опыт деп айтады ғой, тәжірибелері мол. Жылдан жылға біз тәжірибені жинап келе жатырмыз. Тағы да осы тәжірибе, осы уақытқа дейін жинаған тәжірибемізді біз ұлттық лигада көрсетсек дейміз. Қазақ жігіттері волейбол ойнайтынын, ойнай алатынын, қазақ волейболы бұрынғы Октябрь Жарылқап ағаларымыз сияқты қазақ жігіттер ойнай алатын әлемдік аренаға шығарсақ дейміз. Негізі мақсат сол, ұлттық құрамаға ойыншылар беру. Қазірдің өзінде де жас болса да бізде 3 ойыншы бар. U20? U18, U20-да. U18-де Айбекұлы Ержігіт, Либера, ол Қызылорданың баласы, Сайранбек Бекнұр, Икрам Түйербек. Енді сіз және айтып кеттіңіз ғой, Қызылорда облысында енді шоғырланған, 90%-дан көбі Қызылорда облысында бұл қазақ. Сонда енді былтыр біз нені қараған кезде, высший лигін қараған кезде, Қызылорда командасын, Қайсар командасын барлығы айтып жүрді. Міне қазақтардан құралған, керемет, бойлары ұзын, 2 метрге жетер-жетпес, техникалары жақсы, керемет болашақтағы атой салатын командалардың бірі. Сол кезде мен де ойлағам, енді көбінесе қазір енді ұлттық лиганы қарасақ, қазақ волейболшылары жалпы өте аз ғой енді ерлерде. Осы ретте жалпы көп бапкерлер осы қазақ волейболшыларымен жұмыс істеген кезде тым ерке, еріншек, көп жаңағы жаттығуларда барын салғысы келмейді деген бір нелер болады енді. Жан айқай демей қойған, сындары болады. Осы ретте енді командада 14 адамнан бір 13-12-сі қазақ балалары бола тұра, бапкерлерге де сұрақ, жалпы біздің қазақ балаларымен жұмыс істеген қалай? Өйткені қазір енді заман да бөлек, балалар да бөлек, қыздар да бөлек. Осы ретте қиындық туғызбай ма? Қиындық негізі туғызбағанда ол жерде жаңағыдай кішкене біздің лигада мысалға қарасаңыздар
главный тренер, сосын көмекші дейді да. Сосын оған ішіне қасына мысалға үлкен лигадағыдай психологы болса, егерде сондай мысалға сіз қарайсыз, нацлигеде или российский премьер-лигаде қарасаңыздар, бір командада бір 5-6 тренерге дейін жүреді. Ол егерде, если ол тренер жалғыз болса, ол әрине қиындық тудырады, өткені 14 адам бір адамға ол қиындық тудырады. Ал егерде жаңағыдай психологың болса, полный не болса, комплект, ол кезде қиындық тудырмас еді. Бізге қазір мысалы неде, осы айтамыз ғой, қазіргі балалар басқа, не басқа деп, психолог жағынан кішкене не болса, балдарға ол ешқандай да қиындық тудырмас еді. Дидар, енді сізде тіпті мектеп оқушылары бар, командаларыңызда 9-шы класс, 10-шы сыныпта оқитын қыздар. Сізге қалай жұмыс жасауға? Енді сіз биылдан бастап паспорт бератамыз? Біздің Қайсар волейбол қыздар командасы өзі 2-ші жылымыз ғой біздің. Кеше ғана енді осы высший лигада университет енді табалдырығын аттап жатқан командамыз. Біздерде менде 9-шы класс, 10-шы класс, 11-шы класс оқушылары бар. Яғни біздер шет аудандағы, Арал ауданында Тымақова Нұрдана деген қызымызды біз мектебін Қызылордаға ауыстырып, қазір кезде ол қызымызға Қызылордадан білім беріп, және де тренировкадан қалмауына біз жағдай жасап жатырмыз. Және барлық қыздарға да өздерінің тұратын жерлері, проезд дейміз, жаңағыдай барлық қарастырылған, қазір жағдай жасалып жатыр. Біз тек қыздардан айтқанды тыңдап, көрсеткен нәрсені үйренсе, жас қыздар ғой бәрі, мектеп оқушылары. Алдағы уақытта болашақтарына үлкен үміт күтеміз біздің қыздарымыздан. Біздің қыздардан Кенжебай Ағнұр, Қойлыбаева Балайым деген қыздарымыз біздердің ұлттық құрамадағы жастар 16-18-ге дейінгілерге үміткер қыздар. Және де барып келген қыздар бар, Қойлыбаева Балайым бізде барып сборная Қазақстанда ойнап келді. Абай Сайынович, енді осы ретте сұрақ, қаладағы жалпы жас таланттарды, жас волейболшыларды іздеу процесі бәрімізге белгілі түсінікті. Енді ауыл аймақта олай қалай өтеді, сол жағынан қалай жалпы іздейсіздер волейболшыларды? Мен жаңа сөздің басында айтып кеттім, Қызылорда облысының аға жаттықтырушымын. Бізде Қызылорда облысында облыс чемпионаты бар. 4 айналымнан тұрады. Квартальный сияқты. Каникул кезінде өткізесіз ғой? Жоқ, ол официальды. Қызылорда облысының чемпионатында высший лиганың игроктары қатыспайды. Оған оқушылар қатысады, спорт школдар, спорт мектептері қатыса алады. Район орталықтарынан, бір районнан, например, бізде 7 район ба, бір районнан 2 командаға дейін қатыса алады. Например, кеше осы соңғы турлар қалды ол кісілердің. Чемпионаттың, облыс чемпионаттың. Қазір олдарда 16 команда, қыздарда 12 команда. Біз тур сайын, сосын 300 мың жарыстары бар. Мен тығыз қарым қатынастамын. Қызылорда облысында почти 60-қа жуық волейболдан именно жаттықтырушылар бар. Аудандар. Енді 2 қала ғой, енді Байконур, Арал қаласы, Қызылорда қаласы. Енді Байконур біздің территорияда болғанмен, бірақ Ресей Федерациясына жатады. Олардың да спорт мектептері біздің Қызылорда облысының чемпионаттарына қатыса алады. Әр жас ерекшелігіне байланысты біз спорт мектептерінің отборларында, жарыстарында, жаңағы облыстың чемпионаттарына барып, осы әкелген біздің қыздарымыз, ұлдарымыз бәрі спорт мектептен келген оқушылар. Олардың тренерлеріне біз сондай тапсырма да береміз. Барып, олар кейде бізге шығады, осындай бойы бар, ақылды бір жас спортшы өсіп келе жатыр еді деп. Аудандарға да барып қараймыз, біз қарадық та. Андрей Васильевич екеуміз біз бірыңғай дүйшіде жүретін тұғымыз. Дүйшінің барлық возрасын барып қарап, осы балдар деп. Жаңа айтып жатырмын ғой, біз Еген Бегарыс қазір, соны 10-шы классында алып келдік. Сайранбек Бекнұрды 9-шы классында алып келдік командаға. Қазір ол жігіттер уже студент болып бітірді. Негізі қазір көбісі айтады ғой, волейбол неғұрлым ерте келсең, соғұрлым жаңағы техниканы шыңдау, жақсы ойыншы шығу жаңағы мүмкіндігі көбейеді. Жалпы волейболға жаңағы жас балдарға неше жастан келу керек? Жалпы тек волейболға емес, жаңағы волейболды мықты деңгейде ойнау үшін қанша жасынан келіп дайындау керек? Негізі спорт мектептердің енді волейболды жаңағы айтамыз ғой да, әлемде 201 спорт түрі болса, волейбол техникасынан үйрету, обучение техники деп айтамыз ғой. Екінші орында тұр ғой, большой теннистен кейін. Оны көбісі білмейтін шығар.
бірақ бүйтіп неге статистикаға кірсеңіз да техниканы үйрету мәселесінде бірінші орында үлкен теннис, екінші волейбол. Өйткені баланы жаңағыдай біз 19-10 жастан бастап келеді, и ол балаға бастап келген кезде бірден енді нагрузка берілмейді ғой. Жаңағы қимыл, жаңағы подвижный игры деп айтамыз ғой. Қимыл ойындары, логичный ойындар, топталып жүгіру, жаймен соны бастап келген кезде уже 1-2 айда баланың өз икемі, волейболға деген қызығушылығы өз көрінеді. И содан бастап жақсы тренерлер, бізде жаңағы облысымызда енді заслужен алған тренерлер жоқ, но заслуженға жақын тренерлер бар. Өйткені біз именно жастар арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионатында әр маусым сайын бізде медаль обязательно болады, міндетті түрде. Ол сөйтіп бізде қойылған өз жүйеге. Қазір жастар арасында волейбол бізде өте қарқынды дамып жатыр Қызылорда облысында. Енді болашақта да бізде жақсы волейболшылар келеді. Қайсар құрама командасына келеді, және біз республика құрама командасына кандидаттар береміз деген сол мақсатта жұмыс істеп жатырмыз. Енді жақсы көрсеткіштерді, жақсы ойыншыларды шығару үшін жалпы инфраструктурында маңызы өте зор. Себебі біз енді қарап отырмыз ғой, Ақтөбеде керемет зал ашылды, Өскеменде ашылып жатыр. Жаңағы Жетісу командасы өз аймағында жаңағы таза волейболға арналған жаңағы общежитиесі бар, керемет нысанды салды. Осы ретте Қызылорда енді мен соңғы 2019 жылдар болған кезде тіпті волейбол ойнайтын профессионалды волейбол ойнайтын залдар тапшы. Сол жағынан қандай жұмыстар жүргізуде, бастықтармен қалай келіссөз жүргізесіздер? Енді Қызылорда облысына бір сондай кешен салып беру, енді бір ары кетсе бір 1 миллиардтың ар жағы бер жағы шығар. Енді өздеріңіз білесіздер, Қызылорда облысының спорттағы тарихы жақсы көрсеткіштер. Ол күрес жағы болсын, бокс жағы болсын, тяжелый атлетика болсын. И мынау спорт түрінен бізде женский гандбольный команда бар и хоккей бар, да, хоккей на траве. Олар хоккей на траве, бізде Сырдария Тереңөзек деген кент бар, олар сол жақта басы негізі. Қалада профессиональный, футбол қайсар, олардың жеке басы, оларда стадион. Спортзал жағынан бізде Евразия спорт кешенінде қыздар, біз гандбол қыздар жаттығу жасайды, және футзал бос уақыттарда. Біз мұз айдыны деген спорт кешен бар, тоже игровой зал. Біз қиналамыз мұз айдын деп. Шамалы қиындықтар бар. Өйткені ол жерде бізге дейін оқушылар бар. Волейболдан және баскетболдан. Оқушылар жаттығады, спорт школы сол жерде. Соның арасында біз профессиональный клуб бізде кіреміз. Олардың командасы да кіреді, қыздардың командасы да кіреді. Но тапшылықтар, қиыншылықтар бар. Бұлай сырт көзге айтқанда профессиональный команда болғанмен, жаттығу процесінде біз шамалы да. Жоқ, неге солай ойлайсыз? Бұл тек қана Қызылордада емес, жалпы Қазақстанның әрбір бөлігінде сондай. Мектептің залында ойнайды, ол жерде бетон, ол жаққа енді денсаулыққа өздеріңіз білесіздер ғой, арқаға, тізеге қатты жарақаттап алып, ойнамай кететін волейболшылар да кездеседі. Неге біздің Қазақстанда жалпы енді волейбол ол олимпиадалық неге кіреді, бағдарламаға келеді, волейболмен көп адамдар айналысады. Сіздердің ойларыңызша неге біздің әрбір аймақта осындай бір волейболға арналған өзінің бір үйі жоқ? Өйткені ата-ана да көрсе, міне волейбол дворец дейміз ғой, сарай бар, жаттығу жасайтын жері бар, бөлек тұратын жері бар мысалға. Барлығы бір жерде тренажердің сол жақта жасайды, барлығы жасаса, ата-ана да өзі спокойно береді. Неге ойларыңызша Дидар Нұреке бізде Қазақстанда осындай мәселелер 30 жыл болды ғой тәуелсіздік алғанымызға, сол тәуелсіздік алғанымызға 30 жылда волейбол командасы мұз айдында ойнап жатқан деген енді ұят нәрсе. Менің ойымша ол айтып жатырмық қой, не только Қызылордада деп, бүкіл Қазақстанда деп жатырсыз ғой, ойымша бізде Қазақстанда волейболдың деңгейі өте түсіп кеткен ғой қазіргі уақытта. Өйткені біздің немізде мысалы қарап жүреміз, Қызылордада жүреміз ғой, кейде өйстіп киіп аламыз. Қайсар футбол ғой деп айтады. Волейболдың деңгейі енді көтеріліп келе жатыр біздің облыста. Қазақстанда біз енді мысалға неше жыл болды, сіз айтып отырсыз 30 жылдан бері деп. Волейболдың деңгейі түсіп кеткен өте. Біз андай қараусыз қалған спорт сияқты қалып кеттік Қазақстанда, именно волейбол. Әйтпесе шүкір ғой, бірақ боксерларымыз, күрес, ауыр атлетика барлығы көрсетіп жатыр результат. Именно волейбол деген кезде біз андай
қараусыз қалған бір спорт сияқты болып қалды ойымша. Өйткені жаңағыдай ғой енді залдар жағынан, кішкене көрермендерге жағынан, не жаңағы күшті көрсетілім жағынан мысалы қарасаңыз осы жерге мынандай кішкентай бір камера қойып қойған, одан жұрт сүйсініп көре алмайды ғой волейболды. Бір күшті жағынан келтіріп соны істесе, неге ол көрермендер келмеске? Жақсылап көріп, болеть етіп, Қазақстан үшін деп мысалға. Сол уровень деңгейі қалып қойған сияқты. Қараусыздық дейсіз ғой. Сіздің ойыңызша Дидар, мәселе қай жерде жатыр? Енді барлық жерде де бірінші қаражат қой, бюджет жағы болады. Әрине бюджет жағы болып тұрса, қаражат жетсе, неге салмасқа ондай арнайлап волейболный зал, баскетболный зал. Мысалы үшін қазіргі кезде біз Астана қаласында жарыстамыз ғой. Санал спорт кешенінде біз ойнап жатырмыз. Енді Санал спорт кешенінде 5 зал бар. Мысалы үшін 2 волейболныйда қазіргі кезде жарыс өтіп жатыр, 2 залда. Ортада футболный бар, баскетболный бар. Сөйтіп үлкен бір база салынып, бір кешеннің ішінде 3-4 зал болса, ол дамуға болады әрине алға қарай. Өткен жылы плей-офф кезең болды, апрель айында 24-ші жылы. Астанада сәуір айында плей-офф. Біз сол кезде өнер көрсетіп, өткен жылы бірінші жылымызда біздер 12 команда 5-ші орынмен аяқтадық. Біз үшін ол үлкен жетістік, бір жылда әрине. Сол кезде мысалы үшін Q Arena деген канал аудио біз түсірдік. Сол кезде мысалы үшін қанша күшті нелер болды, ситуациялар болды. Ойынды жан-жақтан түсіру, YouTube канал түсіріп жатыр, мына жақтан телевидение түсіріп жатыр. Қаншама ата-аналар мысалы телевизорден сол өзінің қыздарының қалай өнер көрсетіп жатқанын жақыннан көре алды да. Қандай эмоциялар болып жатыр, айқай-шулары, өздерінің прием алған, соққандар, мысалы үшін оның бәрі игроктардың өзіне де бір жан мотивация болады да. Өзінің қандай ошибка жасағаны, қалай очко алғаны барлығы сол кезде жақынырақ көрінеді. Сол кезде тамаша болды. Біздер өзіміз сол кезде қуандық плей-оффта сол Санал спорт кешенінде өнер көрсеткенімізге біз үлкен қуанышты болдық. Осы жерде бір айтып кететін жағдай, вот телевидение туралы айтып жатырмыз ғой да. Айналып келгенде біз жаңағы бәрі бюджетке келіп тіреледі. Сол кезде бізде де 5-ші турда Түркістанда ойнаған кезде трансляция болды. Қазір көп жағдайда біз сол матчтарды қараймыз. Потому что ютубта тұр запись. Приятно да, өзіңе қараған кезде. Қай жерде ошибка жіберіп қойдың, заменде кетіп қалды, например, да. Ну, енді қатені біреуден көрмейсің ғой. Бірінші өзіміздің қатені көру үшін. Қазіргі болып жатқан ютубтағы жаңа айтқандай бір точкадан болды. Кім неріп жатыр, блоктан ол тиді ма, тиген жоқ па, или алаңға түсті ма, түскен жоқ па, ондай мәселе көп. Жаңағы предварительный соңғы тур, финальный. Неде, бізде ұлдарда да, қыздарда да жаңағы Q спорт, біз трансляция берген. Раз қарасаңыз да, бір нәрсені өткен біздің қатемізді, ютубтан қарап, интернеттен қарап, барлық матчтарды қайталап көре аласыз. Еще повтормен, анық, таза, өзің қатеңді, игроктан кеткен қатеңді, может төрешіден кеткен қате шығар, ол да. Ол даже ондай повтор болған кезде уже төрешіге де баға беру оңайлау болатын сияқты. Популяризацияға да жақсы ғой, мысалы сол ата-ана көріп отыр, жанында көршісі көріп тұр да, өз қызын көрді, менің қызым да соған осындай деңгейге жете алады деп, келесі күні волейбол секциясын алып келеді деген секілді ғой. Сол енді телевизорге шығаратындай канал болса вообще керемет болар еді. Енді нареніміз Қазспорт барынша көрсетіп жатыр ғой, ол Қазақстанда енді волейболдан да басқа қанша спорт бар ғой, да, Нағиға да рахмет айтуға осы жерде керек да. Қазспорттың. Но енді ол кісі ұлттық лиганы ғана трансляция, высшая лига уже бәрі айналып келді тағы да қаражат. Қаражат екінші жағынан бұл жерде енді алаңда түсіресіздер ғой, көресіздер ғой. Алаңда түсіру үшін және сол бір камераны қою үшін федерация қояды ғой, бір точкамен. Ол жерде сен ана профессиональный камера қойып қойып, тура солай көрінеді, качествосы жақсы. Сондықтан алаңды салған кезде де қазір енді барлық алаң салады ғой, сұрайды, камера қай жерде тұрады, қай жерде точкаларыңыз керек деп барлығы сөйтіп керемет трансляция алады. Жаңағы айтып кеттіңіз ғой, мысалы біз облыстарда турларға барамыз ғой да, көп залдар, даже Редский лиганың өтпейтін сондай залдар ғой. Біз анау Лисаковскіде ойнадық былтыр. Вообще, спортшолдың залында ойнадық Высшая лигада. Енді ешкім алмады, ешкім турды қабылдамады дейді, но білмеймін енді жаңағы структура жағында айтып жатырмыз ғой. Біз сол мұзайында қабылдаймыз. Қызылорда облысындағы енді қазіргі орталық Қызылорда қаласындағы
ең жақсы залдардың бірі сол. Мұз айдың үстіне төсейсіздер ме сіздер? Жоқ. Бөлек несі ме? Мұз айды кірдіңіз, оң жақта игровой зал. Бөлек бар. 60-та 30, ортасында мұз айдыны бөлек, оң жақта жекпе-жек зал, гимнастика зал. Енді болашақта осы биылдан бастап енді біз қуанып жатырмыз. Бізде де Қызылордада левый берег бар ғой. Правый, левый. Левый берегте қазір біраз нәрселер салынып жатыр. Ғимараттар, да. Сода біз соңғы қуанғанымыз спорттық кешен салынады деді. Дворец спорта. Біз енді Құдай қаласа, может, үлкен спорт залымызда Қызылорда арена бола ма, оны білмеймін енді. Сол залда кездесіп қалуымыз мүмкін. Турба арена болмаса болды ғой. Қызылорда аренада. Осы жерде қараңыздаршы, бюджет, Абеке. Енді мен сіздің бюджетіңізді білемін, бұл конфиденциальный тұрғыдан информация, оны айтпай қойық, бірақ сол бюджетпен сіздер кәдімгідей жоғарғы лигада лидерлердің қатарындасыздар, былтыр қыздар, ұлдар 2-ші орын алды, қыздар 5-ші орын алды. Енді бұндай бюджеті бар басқа командалар вышкада 5-ке іліне алмай жүр. Бұл дегеніміз сіздердің жаңағы әрбір қаражатты, әрбір тиынды сол волейболдың дамуына қосып жатқан үлестеріңіз. Негізі енді қарап отырсақ, жоғарғы лигадан ұлттық лигаға өту үшін ол бюджетін 2 есе артық керек, көбейту керек. Бұл жағынан енді қалай жұмыстар жүргізеді, бастықтар, облыс басшылығы жалпы қолдай ма? Өйткені көптеген директорлармен сөйлеген кезде олар айтады, жоқ, бізде басшылық тек қана футбол, бұл жерде бізде де хоккей, басқа спорттар, волейболды қолдағысы келмейді. Бұл ретте бұл кісілермен, әкімдермен кім сөйлесу керек? Федерация сөйлесу керек пе? Федерацияның басшысы сөйлесу керек пе? Жоқ, аймақтағы директорлар, түсінікті ғой, сіз енді әкімге бара алмайсыз. Әкім мырза, бізге мынандай мысалға 200 емес 400 миллион керек, беріңіз деп сіз айта алмайсыз, талап ете алмайсыз, оны да оның қарамағындағы жаңағы спорт басқармасы да талап ете алмайды. Онымен сөйлесетін бір деңгейде ол жаңағы волейбол федерациясының президенті болды. Бізге өкінішке орай бұл момент жұмыс істемейді, сол себепті көптеген енді қанша 17-18 облыс бар ма, бізде 17 облыс бар ма, 17 облыстың бір 2-3 ғана волейболды бір қолдайды, қалғандары бір бізге волейбол қызық емес деп ашық анық айтады. Бұл жағынан қандай жұмыстар жүргізесіз? Бізде енді қазір волейбол федерацияның президенті жоқ, қазіргі уақытта, но вице-президентіміз бар. Ол кісінің де қалай деп айтады, бюджет жағынан әлі, біраз жерге біз хаттарда жаздық, демеушілік, спонсорский мен. Но көп жерде бізге отказ келді. Енді Қызылорда бұл мұнайлы өлке ғой. Қызылордада мен жұмыс істедім, білем, көптеген мықты компаниялар бар. Мен деген, тіпті импорттайтын, экспортқа шығаратын компаниялар бар. Неге солардың біреуі бірегейлер жиналып, сол бір 100 миллион бермеске? Мен ойлаймын, бізде менеджерский жұмыс шамалы слабовато. Сол дұрыс жүрмей жатыр, үй жүйеге қойылмаған. Біз мысалға біздің волейбольный клуб, біз дене шынықтыру және спорт туризм басқармасына қараймыз. Оны біздің басшысымыз бар. Біз барлық мұқтажымызды, проблемамызды через сол кісіге жеткіземіз. Енді ол кісі әрі қарап әкімге жеткізеді. Но енді қазір айтып жатырмыз, ұлттық лига болып жатыр ғой мәселеде. Біз керекті құжаттардың бәрін дайындадық, бухгалтериялық есептердің бәрін бердік. Қазір енді аймақ басшысы, әкім деп айтамыз ғой енді, сол кісінің алдында қарауда жатыр. Оған бізге бар үмітіміз, жаңағы сол жұмыстың төшкісін, нүктесін қояды деп, біз спорттың басшысы Жанмұрат Сейілов мырзаға бар. Қызылорда облысының волейболшылары сеніп отыр еді. Бір кісінің несіне байланысты ғой? Шешіміне байланысты ғой? Қатыспайсыз. Ол кісі бізге уәде берді енді. Қатысасыз деп па? Иә, барынша сіздерді ұлттық лигаға шығарға, өткен командаға да, ұлдардың командасына да келіп, чемпионаттың алдында кездесіп, былтыр чемпионаттан кейін екінші орын алып келгенде сол кісінің қабылдауында болдық. Ол кісі бізді марапаттап, құттықтап, алдымызға мақсаттарымызды айттық, ол кісі қолдады. И сол кезде бірінші енді тұрған мақсат сол ұлттық лигаға. Біздің балаларымыздың деңгейі де, жас ерекшелігі де жетті деп ойлаймын, Қызылорда облысының именно біздің балалар дайын. Енді жоғарыдағы ағаларымыз, жоғарыдағы кісілер отырған сол кісілер сәл қолдап жіберсе,
біз біраз белестерді аламыз, ұлттық лигаға шығамыз. Енді соңғы сұрақтардың бірі жаттықтырушы мәселесі. Өйткені соңғы кездерде енді мен байқағаным, ұлттық лигада бізде жас бапкерлер көп, тәжірибелі бапкерлер көп. Алайда сол бір жас бапкер мықты команданы баптаса, ертеңгі күні бұл маманның біліктілігі аз, неге қойдыңдар, неге бұл жетілмейді, жас бапкерлерге енді әлі жас ойыншыларға секілді білімге қажет, практика қажет. Осы ретте көптеген енді директорлар жас бапкердің өзінің бір аймағынан шыққан бапкерлерді қояды, кейбіреулері мықты легионер бапкерді алып келеді, соның жанына жас бапкерді қойып қойды. Және айттық қой, енді Патраковтың жанында жұмыс жасадыңыз 5 жылдай бері, енді өзіңіз келіп жатсыз. Сол бір қаншалықты жоғарғы лигаға немесе ұлттық лигаға бапкер ретінде дайынмын деп есептейсіз өзіңізді. Және де біз жақында ғана соңғы шығарылымда Қазақстан ұлттық қыздар бапкерімен сөйлестік, Рисат Сирөздиничпен. Ол кісіге де мен сұрақ қойдым, неге бізде бапкерлердің тусовкасы жоқ, неге бапкерлермен бір-бірімен араласпайды, неге біліспейді, неге семинарлар болмайды, неге біліктілігі арттырып сол Нұрекенді мысалға Турцияға жібермеске, жылына бір бапкерімізді сол жерден көріп қайтып білім алып, жаңа білім. Өйткені енді бұл болашақ программасы секілді ғой. Қазақстанда оқисың, жақсы, бірақ керемет бір деңгейден кейін сен уже білім ала алмайсың. Сол себепті басқа жерге шығу керек. Нұреке, осы сұрақты сізге қоям. Қаншалықты сіз өзіңізді қазір мен осы Қайсар волейбол командасының ұлттық лигада баптайтын дайын бапкер ретінде қалыптастырдым өзіңіз деп ойлайсыз? Енді мен осы волейбол карьерасына бастағалы бері тек осы Андрей Васильевич Патраковты жаттықтырушы ретінде, как профессиональный жаттықтырушы ретінде сол кісі ғана көрдім. Сол кісіні ғана жаттықтырушы ретінде көрдім. Ал басқа біз жаттықтырушымен жұмыс істеп көрген жоқпыз. Негізі жаттықтырушы алынған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол кісілер біз енді алған жағымызға ресейлік, көбінесе ресейлік, украиналық нелер болады ол жаттықтырушылар. Сосын олар енді Еуропаға шығып жүрді бұрындары, пока жаңағыдай не болмай тұрып. Санкция болмай тұрып. Негізі мықты жаттықтырушы әкеліп, біздің проектін айтсай Қайсар. Бәрі біліп қоятын болды, бірақ. Негізгі біздің проект, бізде Васильевич Патраков 5 жыл жұмыс істеді. Мен сол кісіден үйрендім. Сол кісінің қалай жүріп тұруына дейін бүкіл системасын үйретіп кетті. Сол кісінің берген жолымен жүріп келе жатырмыз. Жаман емеспіз қазір шүкір. Бірақ дегенмен ұлттық лигада если біз шығатын болсақ, бір жаттықтырушы әкеліп, оның да тәжірибесін, оның подходы қалай, ойынға деген, тактикаға деген подходын көрген дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан егер келсе, жақсы ол нәрсе. Осы жерде міне кейс бар, бізде Азамат Есімов деген мырза білетін шығарсыздар, Қуаныш волейболының қыздарының бапкері. Бір жылдар ол бапкер болды, Қуаныш күшті ойыншылармен бюджетпен 3-ші орын алып қалды. Келесі жылы Сербияның несі келді, жаттықтырушысы, соның астында 2-ші болып қалды. Енді үйренді, қазір қайтадан 1-ші, алайда сол Қуаныш аңсаған чемпиондыққа жете алмайды. Көптеген фанаттар дайын емес әлі, үйренсін, бұл бапкерге де байланысты, ойынды жүргізе алмайды деген көптеген хейтерлер жазады. Бұның қаншалықты рас, қаншалықты дұрыс өтірік екенін өздері де біледі ғой. Дидар, сенің ойынша осындай бір керемет бір волейболшылармен мысалға саған айтады, 1-ші орын алуым керек. Осы составпен, Қайсармен, вышкада ештеме білмейміз. Бірақ енді сенің біліктілігін енді жетіліп жатыр ғой. Сен де жас бапкерсің ғой. Сенің ойынша бұл жерде сен жағынан, басшылық жағынан және фанаттар жағынан қандай жұмыс жасалу қажет? Біріншіден, мысал үшін, қазіргі кезде біздің Қайсар командасында негізгі құрамда барлығы жергілікті ойыншылар дейміз, жас қыздарда, менде 2010 жылы қыздар менің составта ойнап жатыр. Осыған байланысты менің тәжірибемде жетпей қалуы да мүмкін. Если бізге жақсы мықты тренер келсе, ол қыздарменен орын алуға да болады. Ол қыздармен, ол қыздардың техникасын ұстап, тактика бар, установка бар, ойында қойылатын, ол жағын барлығын тренер қалай жұмыс істейді, сол арқылы үйренген қыздар өздері ойнап результат көрсете алады. Болмаса, жаңағыдай тәжірибесі аз тренер болады, бірақ бюджет жақсы болса, жаңағы легионерлер дейміз ғой, сырттан, Қазақстан ішіндегі ойыншылар бар, олардың бәрін әкеліп қойып та орын алуға да болады. Екі вариантта да болады ол мысалға. Ол үшін енді бірінші ойыншылардың бірінші желаниясы дейміз ғой, сол болса, характер болса, ол ойыншы біраз жерде, біраз жетістікке жете алады. Орын алуға да, жаңағыдай басшылық жақтан ешқандай қысым болмаса, жағдай жасалып тұрса, ол ойыншы өзінің желаниясы ашылып, басқа жақтағы шетелдегі көретін ойыншылары бар, жаңағы
фанат болады ойыншыларға. Солардың істеген стилі, жаңағыда ойнаған ойыны, тактика, техникаларын бәрін олар қазір интернетіміз дамыған ғой, олар сол арқылы көре алады. Және мысалы үшін біреу Гави ұқсап Бразилияда Гави ұқсап ойнақсы десе 13 номерге еді деген сияқты. Оның өзі алға дамуға ол арман мақсат болады. Ну, сол ұқсап ойнасам екен дегендей. Осы жерде мен қосып жіберейінші, вот біз айтып жатырмыз қазір жоғарғы лигадамыз да, высший лигада. Бірінші тренер деген сөз, например, менде 30 жылдық стаж ғой тренерский, директорлық енді бұл жақта тұрады. Например, педагогический подход деген бар, и фанатизм деген нәрсе бар да. Қазір высший лигада, например, данный момент менде ұлдарда да, қыздарда да жас ерекшелік ойнайды менде. Арасы 10-12 жылға кетіп қалады. Бір қыздарымыз, например, 14-те, екінші қызым 25-те, 11 жыл, понимаете? Бірақ клубтың аты профессиональный клуб деп аталады да. Бұл жерде детский тренер сияқты, например, бірдей нагрузка бәріне бере де алмайсың, беруге де болмайды. Потому что жас ерекшелігі біріншіден и дене бітімі. Ол әлі енді келген жастарда әлі хреш, бұл шығет әлі дамымаған. Мына опытныйларда уже оның бәрі ол периодтан өтіп кеткен. Соған байланысты мен жаңа сырттан тренер неге алмай отырмыз, ол пока енді. Мысалы высший лигада біздің Қайсардың тактикасында, менің өзімнің тактикада сондай. Жас қызбен бірінші техникасын қою керек. Дұрыс қой, білесіз ғой. Денесін жетілдіру керек бұл қызды. И сол одновременно ойынды да оны жетілдіру керек, и ойынды жетілдіру керек, да. Понимаете? Мысалы, көп тренерлер сыртта келгенсін, мақұл, ол келді, айлығына келістіңіз, келді, результат сұрайсың, ол кісіден, мысалы, тренерден, ол келеді, давай дейді, мына қызға да, например, 50 келе береді приседание, 14-те қызға, 20-да қызға да 50 приседание, 25-тегі де 50 приседание. Ол келген адам, ол өзің білгені істеп кететін сияқты. Бұл жерде чистый фанатизм и жаңағы айтқандай. Баланы да өшіру емес, баланы өсіру керек та бұл жерде. Соның бәріне бұл жерде тонкий детальдар көп. Сол үшін біздің пока жоғарғы лигада бізде жас ерекшелік. Ұлдарда да сондай, например, 18-17 жасар бала бар и 26-тағы бала бар. Олар нагрузканың бәрін берген кезде, оның бірінші жаңа айттым ғой, ауылдардан алып келгеннен кейін біз оны әрі этаптан өткізесіздер. азбукасын ауылдағы тренер, жүршідағы тренер қойып береді бізде. Да. Оны кейде шамалы түзетуге тура келеді. Аяғын, қолын деген сияқты. Упражнениялар шамалы усложнение упражнениялар бар. Ну да, оның бәрін жаймен, планкамен, нагрузкамен береміз ғой. Ол енді сіздің өзің жасаған методологияңыз ғой, ішкі, жаңағы 30 жылда көргеніңіз, түйгеніңіз, жалпы басшылықтан, федерация жағынан енді барлығы сол жақтан басталады ғой. Бір методичка дегендер болмай ма? Балаларды мынандай стильмен, мысалы, азиатский стиль бар, волейбол, шетелдік басқа европалық стиль бар. Сондай бір енді Қазақстан ұлттық құрамасына дайындық кезінде әр жақтан өнерден жинайды ғой. Қайсарда защитада мықты екен, батыста атакасы мықты, шығыста басқа стиль. Сол стильдерді тоғыстыру, ол жаңа ұлттық құраманың бас бапкеріне қиындық туғызып кетеді. Бізде ол жағынан бар ма? Жігіттер, қыздар, біз мынандай жинаймыз, жиналамыз, мынандай волейбол ойнаймыз деген. Осы жерде бір айтып кетейін да, Қызылорда облысының вообще волейболдағы тарихында, осы мен 30 жылда жүрмін ғой. Біздің кез келген доигровщиктер деп айтамыз ғой, либераға қойы беруге болады. Дайын десеңізші, универсал. Бәрі. Сборник отыр міне, Ю-Жерманка, тоже либера. Ю-23-те 2019-да сборник Дидар отыр. Ер жігіт бар бізде, тоже либера. Ана екеуі доигровка, бірақ препа қоя беремін. Біз основной нәрсе бізде Қызылорда облысында да көп уақытты, көп нәрсені приемға жұмыс істейміз, защитаға. Сол себепті соңғы жылдары Қызылорда облысының мектебін барлығы мақтайды. Енді көп айта бермесе, әрбір жаңағы ұлдар құрамасында, қыздар құрамасында кемінде бір-екі адамнан Қызылорда облысынан болады мысалы. Тағы бір либерам жүр Атырауда, например, Анвар. Либера көп бізде. Енді бұл жерде жаңағы бір айтқым келіп кететіні, егер де жаңа сіз айтып жатсыз ғой, да сырттан кадр керек. Білікті маман. Немесе сыртқа жіберу керек. Немесе сыртқа жіберу керек. Ол біздің проектіде бар, бізде уже именно біз басқа да нем жоқ, біздің клубтың, мен өзім клубтағы жаттықтырушыларымда да сыртқа повышенная квалификация деп айтамыз ғой, білімі жетілдіруге да біз қарап та отырмыз интернеттен, кеше бір онлайнда тоже болды бір нәрселер. Егер де біз нацлигаға шыққан жағдайда ұлдар, жаңағы айтқандай ғой, біз европейский стильде жұмыс істегіміз келіп жатыр негізі. Оны жаңа Нұрболат тренер айтқан жоқ, қазіргі біздің высший лиганың балдары
қай жақтың нелерімен тренировка қазір Патракоп Андрей Васильевичтің тренировкасымен советский тренировкамен қазір жаңа дамыған европейский тренировка қазір бірге жүргізіп отқан мына жігіт. Өйткені біз оны қалып пока біз айтпаймыз да. Басқа команда біліп қоясың. Егер нацлигаға шыққан жағдайда да біз көресіздер десеңші. көресіздер да. Қазақстанның волейболына жаңа бір қарқын, жаңа бір нені алып келеміз. Жаңағы тағы осы жерде айтып кеттіңіз ғой, брошюра бірінші дегенде, осы Қазақстанда жалғыз қазақ тіліндегі шыққан кітап бар, волейболды оқыту әдістемесі. Оның авторы сіз бе? Иә. Жандос Исеркет деген жігіт бар қазір Түркістан университетінде, сол екеуміз 4 жыл жаздық сол кітапты. Сол кітапты алып келмедіңіз? Қазақ тілді енді мен білген жоқпын ғой осылай. Бірге алып жүру керек қой, обычно жазатын адамдар бірге алып жүреді, таратып жүреді. Міне мен кітабым. Ол бізде дефицит бар. Неше дана шықты? Так, біз баста бірінші 500 дана шығарғанбыз. Ол вообще абсолютно өтіп кетті. Одан кейін тағы 500 бердік. Коммерциялық түрінде жасадыңыз ба әлде жоқ? Жоқ, таза жанашырлықпен. Өйткені мен өзімде физкультура түріне оқыған кезде, не қылған кезде вот жас тренерлерге айтамыз, оқыңдар. Орысшаға түсінбейміз дейді, жетпейміз дейді. Соны да жалғыз Қазақстанда Пакая волейболды оқыту әдістемесі, үйрету әдістемесі. Неше бет болды? 138 болу керек. Көп сыймай қалған шығар еш. Жазылмай Жоқ, қалғандар жазылмай қалды. Баста нәрсе бар, соны қылды. Қазір енді одан кейін жаңыз айтып жатсыз ғой, алып келмедіңіз ба кітапты деп та. Қазір уже прогресс кетіп қалды. Біз қазір Жандос көріп отқан шығар, электронный варианттарын береміз кітапханаларға. Көбісі қазір кітапты ашып оқығысы келмейді ғой. кітап ұстап жүргенде сотқа ұстап Иә, сондай заманға жетіп компьютерге қарағанда оны енді Жандос біледі, қаншадан беріп отыр, қаншадан. Мен араласпаймын десеңізші. Мен араласпаймын, мен қазір жұмыс. Абай Сайынович, енді жаңа волейболды жаһандандыру демей қояйық енді. Өзіміздің еліміз ішіндегі популяризация жасау үшін бұл жерде тек қана жаңағы іштегі федерациялық аймақтардың мақсаты ғана емес, сондықтан енді Астанада отырған біздің шенеуніктердің де басты мақсаты ғой. Қызылордаға жалпы қашан соңғы рет сол федерациядан адамдар келді? Арнайы келді. Бір тур мәселесінде емес, арнайы не істеп жатсыздар, не бітіріп жатсыздар, балаларды қалай дайындалып жатсыздар, қандай өзекті мәселелер бар, кірейік па әкімге, айтайық па деген секілді сауалнамалар. Кірген жоқ па? Келген де жоқ, ол келмейді де шығар. Өйткені федерацияда қазір бізде 3 адам ғой да. Ермек Сырлыбаев, генеральный секретарь. Ол кісі только нацлигаға мен ғана жүреді. Высший лигаға келген көргенде жоқпын мен. Сол вышкада болды, көрдім, Астанада болған. Астана қабылдаған. Ол облыстарға бармайды. Бармайды? Иә, бармайды. Детский лигаға даже бармайды шығар, оны білмеймін. Одан кейін Ирина Кадырбекова, ол да чистый төрешілікпен жүреді. Енді білесіз ғой, үлкен чемпионат болғаннан кейін төрешілікте ол өте жауапты нәрсе. Әрине. Ертеңгісін бәрі бірдеңке назначение қою керек, бұдан бәрін үлгеру керек, жақын региондағы төрешілерді мұнда проездері бар, нелер о да оңай нәрсе емес Ирина Кадырбекова. Үшінші енді учебныйда Айдос отыр. Ахметов. Ол да келген қағаздар, ол да нацлига. Мысалы білесіз, нацлига ертең чемпионат басталады. Мына жерде ұлдар, мына жақта қыздар. Біздің чемпионат напряженный ғой, білесіз ғой. Өйткені нацлига ұлдар бар да, лига, чемпион, нацлига қыздар. Екі дублерлар бар. Высший ұлдар, высший қыздар. 6 недегі бағыт, 6 лига ғой еді қарап отырсаңыз. Оған есептеңіз. Әрқайсында 10 командадан қойғанның өзінде 60 команда ойнап жатыр. Бір айдың ішінде оны календарға сыйғызу, бір айдың ішінде сол төрешілерді мына жерде мына қалаға, одан кейін мынаны бітірген кейін мына қалаға жіберу, ол да физически ауыр нәрсе. Ақтабасыз ғой оларды? Жоқ, ақтатқан жоқпын, просто жұмыстарында айтып жатырмын, но тағы да расчет ету керек сияқты. Например, федерацияда айтып 3 адам. Может, 5-6 адамға ашып. 5-6 адамға аз ғой? Тағы да. Мен сізге айтайын, мен зерттеуді жүргіздім, осы жалпы біздің игровой вид спорттарда федерацияда қанша адам жасайды? Есептеңіз. Футбол 250 адам штат бізде, федерацияда. Қазақстанда, иә? Қазақстанда. Хоккей 150 адам. Аз деп отыр. Волейбол 6 Мен бағанағыдай әңгіме қараусыз қалған спорт. 6 адам мен ести аласыз. Енді біз федерацияға например, кейде өтініш жасаймыз, осылай келесіздер ма, осылай айналып келгенде бюджет дейді, ақша. Бәріміздің де басымыздағы нәрсе ғой, ол да қазір ақшаға
қазір сайрап отырмыз, например, да. Жоқ, ол енді ақша мәселесі түсінікті ғой, енді бүкіл облыстарда бар, бүкіл облыстарда проект волейбол болса, ретімен шешуге болады ол мәселе, например, да. Мен осы кезде кішкентай бір не айтып кетейін, мысалы Қызылорда облысының біздің төрешілер, мысалы мен де ұлттық дәрежедегі төрешімін ғой. Оны 2007 жылы алғам. Біздің обществомыз, өзім Қызылорда облысының біздің семинарымыз, ол өзіне біз бөлек мемлекетпіз, оны мойындаймын. Мысалы детский лигаға барған кезде, например, 3 команда барады ма? Ұлдар, қыздар, айтайық, 4 команда барады. 2 ұлдар, 2 қыздар. 15 есептеген кезде 60 балыр ма? 60-тың бізде 20-сы тренер мен судья барады ғой. Басқа облыстарда 1-2 адам барады. Бір төреші, бір тренер барады. Бізде ондай деген жоқ Қызылорда облысында. Бәрі осы Қазақстан біледі, күледі шығар айтып соны. Бір командаға біз 4-5 адам белгілейміз. Өйткені ауылдағы тренерді алып келеміз, мына жақта енді басап атқан төрешіні алып келеміз. Үйренсін, көрсін, ол қашан шығады. Өйткені бүйтіп айға қарап, қашан болады екен деп ол күтуге де болмайды ғой. Әйтеуір өзімізше қолдан келгенше қарекет жұмыстар жасап жатырмыз. Қазір енді мына біздің федерацияда Ғазиз Құламетов, Шаменов, Абдыраимов, Дәурен, 7 ұлттық дәрежедегі төреш бар. Қызылордадан, иә. Айдос Ахметов, ол да тоже біздікі. Халықаралық дәрежедегі. Қадырбеков тоже Қызылорданікі халықаралық. 2 халықаралық, 7 ұлттық дәрежеміз бар екен. Қызылорда нацлига ашса чемпион болып тұрсыз ғой десеңізші. Бұл да мүмкін. Или вообще федерацияға ауыстырып аламыз ба Қызылордаға құреміз. Штаб-пәтер Қызылордада болсын дейсіз ғой. Швейцария сияқты қылып. Біз да 2 Швейцария қылып, соны может көреміз енді. Мүмкін сол кезде дамитын шығармыз, иә. Негізі біздің подкастта тек қана сол махаббаттың арқасында біздің көптеген клубтар, көптеген жаңағы аймақтардағы волейбол даму үстінде, егер сол бір кісілер, сол бір ағалар, сол бір жаңағы фанатиктер дейміз ғой, болмаса онда тіпті жаңағы Нұрекен айтып кеткен внимание жетіспей тұрмақ. Енді внимание жетіспесең сен ренжисің ғой, мен волейбол емес, футболмен айналысайын. Тенниске жақсы бөлініп отыр. Ондай уақыттар болды. Болды ма сізде де? Сізде де болды ғой. Сондықтан бірақ енді қиналған кезде. Бұл спортқа деген махаббат бізді енді алға жетелейді. Бірінші патриотизм, өзіңнің отаның ғой, енді оның ішінде туған жерің, например, Қызылорданың жаңағы шаң, анау дейді ғой. Бізге ыстық болғанда да кәдімгідей ыстық қой, жазда 50-60 болады ғой бізде. Бұл бізге одан да ыстық та. И екінші жаңағы фанатизм ғой. Кезінде тастап та кеткім келген уақыттар болды, тасташпын. Енді жарысқа барайын дейсің, ақшаң жоқ, тағы бірінші алайын дейсің, ақшаң жоқ. Даже элементарный доп болмаған күндер болды ғой. Рахмет, жігіттерді көретін шығар, Қазақстанның ішіндегі бұрынғы тренерлер мен әріптестерім болған, мысалы, высший лига болсын, ұлттық лига болсын, директорлер болсын, да көмектесті ғой. Даже 1 доп, 2 доп берсе, мәз болып алсаң алып қайтатын тобыз. Қазір шүкір әйтеуір. Аллаға шүкір, добымыз да бар, залымыз да бар, командамыз да бар, үстімізге киетін жейде де бар. Бұрын бір игровой форманы 3 сезон киетін тұғымыз, 4 сезон жуып алып қойып, қазір шүкір. Қазір әрбір маусым сайын әрбір жаңа форма киіп десеңіз. Бұл жерде тағы бір айтып кетейін ба? Жазыла ма, жазылмай ма? Айтыңыз. Қазақстандағы единственный клуб шығармыз біз енді. Экипировка вообще жинамайтын. Ұлдарда да қыздар. Бере саласы болды. Біз не береміз? 1 жыл ойнады ғой. Тері сіңді ғой анағанда, соныкі ше. Жоқ, шын, мен де сөйтем. Мысалы, естіп атамын. Еңбегі ғой. Естіп атамыз, көріп атамыз да. Сумкасын жинап алыпты, рузягын, игровой формасын жинап алыпты, бір нәрсе деген сияқты. Ондай жоқ бізде. Өйткені мен кезінде өзім сол тренер болған кезде армандайтын тұғым. Өйткені жарысқа барып келесің да, форма жинаңдар дейді. Форманы өткізген кезде сенің бір жаның жарысын алып қойған сияқты ғой. Өйткені сен келесіде сол составқа кіресің ба, кірмейсің ба? Оны түсінген адам түсінеді енді. Менде сондай болған. Енді сіз де өзінің стратегияны аштыңыз ғой, мен де ашып алайын. Алла қаласа, енді бұл маусым өтсе, өтпесе, енді қаражатқа байланысты ғой. Бізде де қаражатқа тіреліп тұр. Өйткені бізде фанатикпіз. Бүкіл ақшамызды, басқа жерден тапқан ақшамызды осында саламыз. Алла қаласа, әрбір өнерге барамыз.
өзім барам, сөйлесем, жаңағы мәселелерді көтерем, мүмкіндік болса әкімге, қала әкіміне кіріп, және спорт управление басқармасына кіріп, солармен сөйлесеміз, айтамыз, волейбол туралы сөйлесеміз. Сол кезде Қызылорда барған кезде міндетті түрде жаңағы кітабыңыздың баспасы қағаз ретінде алып кетеміз. Өйткені біз енді қазір телефонға да көп қарай берсек те кітапты оқуды ол бөлек қой. Ол бөлек, оны тастаған емеспіз. Жаңа айтып отырсыз, патриотпыз ғой, еліміздің да, жеріміздің, еліміздің. Может, осы студияға бір шамалы 10-15 келген қонақтарға да подарок етуге болады. Иә, оқу керек қой. Спонсордың артынан деп бере бересің болады ғой. Жалпы біздің Inside Volleyball арнасына келген командалар, келген ойыншылар бұл сұхбаттардан кейін жол болып бітеді негізі. Кейбір құрамаға кетіп қалады, кейбір чемпион болып бітеді. Енді осы мүмкіндік пайдаланып, Нұрекен командаңызға ұлттық лигаға өту шын жүректен нәсіп етсін. Ойнаңыздар, күштілермен ойнап, күшті боласыздар, ұтылсаңыздар да, жалпы өзіңіздің қаншама эмоцияңыз, қаншама тәжірибеңіз артады. Дәке, сізде енді қазір жалғыз жоғарғы лиганың командасы, Вышкин Нацтың командасымен кубокта ойнап жатырсыздар. Сіздерге де бұл өте керемет мүмкіндік. Алла қаласа чемпион болып, келесі жылы Қызылорда облысының бюджеті одан сайын көбейіп, екі команда ұлттық лигада ойнаса, бұл волейболдың дамуына деген, бұл волейболдың дамуына деген керемет серпіліс береді. Дәке, сізге не істейміз? Сізге денсаулық бас. Сол патриотизм, махаббатыңыз өспей, өнердегі волейбол дами берсін деп. Эльдар мырза, сізге де рахмет. Осындай Қазақстанның волейболын, мысалға бізде көп жерде высший лиганы көп не қылмайды ғой. Айтылмайды. Мен сол былтырда бастадым ғой өзім негізі. Осындай жерге шақырып бізді құрметтеп не қылып рахмет. Оны бастаған білесіз бе не себеп? Өйткені маған ана Қызылорданың жігіттер атамекеннен жібереді. Жігіттер құшақтасып, замияда отырып жігіттер айтып. Қыздар айтып жатқан көрдіңіз бе? Иә, онда көрдім. Соны жіберді, одан кейін мен айттым, бұл жақта да өте қызық екен. Сөйтіп бара-бара, сөйтіп уже қызығушылық бастады. Болмағанда біз высший лиганы көп кісілер біле бермейді, жаңағыдай көрермендер дейміз ғой, олар да мысалы көретін жер таппайды. Аудитория аз ғой, шырайды іздейді. Жаңа бағана айтып кеттіңдей ғой да. Сізге де рахмет. Жұмысыңыз алға баса берсін, Қазақстанымыздың волейболы деңгейі көтеріле берсін, әлемдік ареналарға шығайық. Осы бірге шығайық, Құдай қаласа, сізде осындай Олимпиадаға бірге барамыз. Қай жыл екенін айтпаймын. 28 емес. Болмаса клубный чемпионатқа алып кетеміз. Біздің мақсатты айтқан жоқпыз, айтпақшы. Клубный чемпионат айтайын ма? Қызылордаға қабылдаймыз. Құрметті көрермендер, күтіңіздер. Қызылордада клубный чемпионат қабылдаймыз. Бірақ жылын күнін айтамыз сосын. Осылайша, құрметті көрермендер, біздің бүгін сұхбат аяқталды. Міндетті түрде біздің каналға тіркеліп өтіңіздер, лайк басыңыздар. Жалпы біз бүкіл әлеуметтік желіде бармыз, олардың сілтемесі осы видеоның астында. Волейболды бірге сүйейік.